Арнамызға жаңадан қосылған барша көрерменге таң нұрлы болсын дейміз. Тікелей эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып аз адамның арқа ос тақырыбы аясында бүгін біздің қонақшы студиямызға келген мейманымыз бар, яғни аспаз Лаура Ербатырова. Бүгін бізге Лаура ханым керемет, жалпы көрермендерімізге сондай бір таңға ас дайындайтын болады. Сондықтан қағаздарыңыз бен қаламсаптарыңызды дайындап отырыңыздар. Осындай бір керемет ас мәзірін түртіп алыңыздар. Ал қош келдіңіз, Лаура ханым. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күй қалай? Өте керемет, саламатсыздар ма? Қайырлы таң, ақтөбеліктер, қала қонақтары. Ой, бәрекелді. Ал ендеше бүгін жалпы қандай бір пайдалы тағам түрін жасаймыз? Біздер бүгін жасайтын тағамымыздың түрі, яғни дәруменге толы итальяндық буратта десертін дайындаймыз. Салат па әлде десерт болып есептелмей ме? Салат, ірімшік, жаңа десерт те, жаңа салат та болып есептеледі. Себебі бұл бураттаның ішінде жаңағы кілегей сыр ірімшігі бар. Ал ендеше не керек дайындау үшін? Бізге бірінші, яғни өзімізге салат жапырағы керек болады. Әдемілеп салат. Ендеше уақыт алмайғы, сіз осындай бір керемет таңғы асты дайындай беріңіз, біз сізбен сұхбат өрбітеміз. Әрине. Жалпы Лаура ханым, негізі менде бір сұрақ бар сізге қызықтыратын. Негізі бұл сіздің сүйікті ісіңіз бе, әлде сіз өзіңіз кәсіби мамансыз ба? Бірінші бұл мамандығым жаңағы мұғалім болған, содан кейін жаңа өзімнің тамақ пісіру хоббиіме айналып, осындай қазіргі кәсібімде болып кетті деп айтсам да болады. Енді жалпы өзіңіз таңғы асқа қандай тағамдар осы буратта итальяндық тағамын дайындап тұрасыз ба үнемі? Әлде жиі тағам түрін? Қазір енді жаңағы адамдардың жаңағы буратта салатының ең дәруменге толы, пайдалы және асқазанға жеңіл диетіндіктен қазіргі таңда бұл өте жиі пайдаланады, жиі дайындалады деп айтуға болады. Енді бұдан бөлек жалпы таңғы асқа қандай тағамдар түрімен дайындап тұрасыз? Бұдан бөлек көкөністен жасалатын, жеміс жидектен жасалатын таңғы ас түрлерін дайындаймыз, яғни омлет деген сияқты. Одан қалды осындай салаттар, көкөніс салаттары, дәруменге толы. Менде бір тағы да бір қызықтыратын сауалнама бар. Негізі көбінесе біз қуат өзің білесің, мейрамханаға барып жатсақ, бірден біздің тапсырыс беретін салат қалай? Цезарь деп аталады. Неге адамдар осы Цезарь салатына сонша құмар болады екен? Қалай ойлайсыз? Негізі Цезарь салатына он не себепті осындай танымалдылыққа ие болды? Цезарь салаты біріншіден ол өте тойымды салат, және де барлық дастарханда қазіргі таңда да ол қалыста қалып жүрген жоқ. Өте дәмді сыр ірімшігімен жасалатын пармезан сыр ірімшігі қолданылады. Ода сол себепті өте дәмді және өзінің соустары бар арқылы дайындалатын, айсберг жапырағы арқылы дайындалып жүр қазіргі таңда, және де черри помидорлары мен багет жаңа дайындалу әдісінде өте жақсы сұранысқа ие деп айтуға болады Цезарь салатын. Тамаша. Енді отбасыңызда таңертең таңғы асқа балаларыңызға қандай тағам түрін дайындайсыз? Көбінесе енді жаңа омлетті дайындаймыз. Менің отбасым өте омлетті жақсы көреді. Енді мына негізі балалар көбінесе осы бір енді таңертең тұра салда осы тағам түрін таңғы ас ішкім келген кезде оның бір осы бір түріне, әсемдігіне аса назар аударамыз. Сонда бір балаларға тартымды болса, оны қызыға жеп қояды. Ал сіз қалай әсемдейсіз? Әсемдікке өте көңіл бөлемін, себебі барлық міне салат жасап атқанның өзінде де біздер міне соусты әдемі осылай себелеу арқылы біздер тарелкамызге орналастырудың өзі адамның жаңағы тәбетін ашады деп айтуымызға болады. Бұл әсемдік өте маңызды. Сәндеу, безендіру. Әрбір тамақтың техникасы, безендіру өте аса мән беру керек. Себебі сол тамақтың татымына қарай, түріне қарай, әдемілігіне қарай адамның тәбеті ашылады. Енді жалпы негізі мына адам баласы күніне негізі 3 рет тамақтану керек. Соның ішінде енді негізі 4 рет тамақтансаң, ол бір тамаша болады, яғни жүрек жалғау деп жатамыз. Ал өзіңіз осындай бір күніне неше мезгіл тағам дайындайсыз? Мен енді қазіргі таңда Арман ресторанында бас аспазшы болып жұмыс істеп жатқандықтан өте керемет тамақтың түрлерін көп дайындаймыз. Енді ол жерде той бар, жаңағы тұсаукесер, қазақтың салт дәстүріне байланысты көптеген тойлар болғандықтан өте көп тағам түрлерін дайындаймыз. Жалпы аспаз болып жүргеніңізге қанша уақыт болды? 10 жыл уақыт болды, 10 жылға таман уақыт болды. Ең бірінші өзімнің кішкене ана жаңағы кафемнен бастадым. Содан бастап бас аспаз болып осылай дамыттым, оқыдым. Сүйікті ісіңізден басталып, бүгінде қазір мамандығыңызға айналып отыр. Шыны керек. Жалпы қонақ
күтіп алу, енді қазақ халқы қонақжай халық қой. Сондай кезде енді халық көбісі біле бермейді. Біздер қонақ келсе оливье деп жатамыз, сомана цезарь салатын дайындаймыз. Енді бір көрермендерге кеңес болсын. Қалай ойлайсыз, бір 3-4 салаттың бір мүмкін халық білмейтін шығар, сол жасау керек. Қандай салаттар бар? Ерекше салат түрлерін атап өтсеңіз. Ерекше салат түрлері детокс салаты өте жақсы, жаңағы баклажаннан дайындалатын салат түрлері өте жақсы сұранысқа ие. Қазіргі өзімде жасап жүрмін. Яғни еттен жасалатын жылы ет салаты өте дәмді. Сол салаттарды дастарханға қоюға кеңес беремін. Енді жалпы осы іс сізге несімен қызықты? Бұл даму үстінде болған, әлі де даму, әлі де оқу үстіндемін, әлі де жаңалықтар көп. Біле бергім келеді. Өзімнің Ақтөбе халқыма әдемі өзімнің жаңағы ас мәзірімді ұсынғым келеді. Тамаша, өзіңіз бір шәкірт дейміз ғой, шәкірттеріңіз тәрбиелеп бір осы ас мәзірін дайындау үйретесіз бе? Әрине үйретемін. Көптеген студияларда менің шәкірттерім көріп те отырған шығар. Ой, бәрекелді. Барлықтарыңызға осындай мастер-класс дейміз ғой, өткіземіз. Яғни онлайн түрінде өткіздік карантиннің кезінде, болмаса студияда өткіздік бірнеше тағам түрлерін. Қарын бірме деген сияқты қазақтың тағамдарын жаңағы үлкен шоумен апару деген сияқты өзіміздің Ақтөбемізге жасап жүрген айтсыз. Лаура ханым, жалпы әрбір аспаздың өзінің бір рецептісі, өзінің бір стилі болады деп жатамыз. Сізде де сондай бір мүмкін жазып қойған күнделігіңізде бар шығар дүниелер, рецептілер, өзіңіз ойлап тапқан немесе. Мына бурата салатының өзім мына соусын дайындадым. Сол себепті тағамдардың соустарына өте мән беремін. Және әдемілігіне, және карвингке өте мән беремін салаттың. Яғни әрбір деталына назар аударамын дейсіз ғой, иә? Ендеше осы бір таңғы ас мәзіріміз дайын болып қалды ма, өзіңіз көрсетіп көрермендерімізге? Бір таныстырып өтсеңіз. Мінекей бізде бүгінгі дайындалған буратта деликатес, итальяндық десерт ірімшігі, сыр ірімшігі, яғни ішінде клейгей сыр ірімшігі бар, және салат жапырақтары орналасқан. Бұны помидорлармен және де құлпынаймен әзірлеп, өзіміздің соусымызбен, және де үстіне әдемілікке осындай өзіміздің Ақтөбемізде бар. Бірінші дайындап болайық, осылай әсемдеп ойта. Әсемдеп, көбінесе орехтармен әсемдеуге болады, және қазіргі өзіміздің үлкен ұсақ осындай микрозеліндермен әдемілігімізге болады. Ту шіркін ейсі мұрын жарып барады, көрермендерімізге де көрсете өтейік. Осындай буратта итальяндық тағамы дайын болды. Осындай керемет тағамды ұсынған бізге Лаура ханымға үлкен алғыс білдіреміз. Қазір енді дәл қазір дәмін татқым келіп бара жатыр, бірақ эфирден соң міндетті түрде дәмін көретін боламыз. Осындай таңғы ас мәзірін дайындап бергеніңізге көп рахмет. Енді бір соңғы сауалымыз болсын. Лаура ханым, жаңа өзіңіз шәкірт тәрбиелеп жүрдім дедіңіз. Енді қаншалықты жиі мастер-класс өткізіп тұрасыз? Енді уақыттың тапшылығына байланысты айына 1 рет өткізуіне тырысам. Себебі сұранысқа өте көп, қазіргі мастер-класс өте сұранысқа, шәкірттер оқуға, білуге, жас қыздарымыз білуге өте құмарлатады. Тамаша, енді осы ретте көрермендерімізге айтар өзіңіздің пікіріңіз, таңғы асқа қандай тағамдар пайдаланған жөн? Енді таңертең тұра сала міндетті түрде асқазанға ауыр салмақ түсірмеу керек деймін. Сол жайлы өзіңіздің бір пайдалы ақпаратыңызды ұсынсаңыз болады. Ең бірінші, таңғы асты ішпес бұрын жылы су ішкен өте пайдалы. Содан кейін дәрумендерге толы жеңіл көкөністен жасалған омлет, егерде тойымды тамақандар жегісі келсе, омлетте болады, болмаса көкөністерді жаңағы қазіргі соустармен, әдемі жеңіл жапырақтармен жеген өте пайдалы. Енді жаңа Лаура ханым осы эфир басталмай тұрып өзіңіз айтқан болатын боласыз, бүгінгі менің жолдасымның туған күні деп. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді осы тікелей эфирде барысып, өзіңіз осы мүмкін жолдасыңыз көріп отырған болар, иә? Осы тікелей эфирде құттықтасаңыз болады. Мархабат. Барлық тума-туыстарыма сәлем жолдаймын, және де бүгінгі ерекше күн жолдасыма туған күнімен құттықтаймын, бар жақсылықты тілеймін, бақыт, байлық, денсаулық. Алла тек қана бар өмірдің
қызығын бірге көруді нәсіп етсін. Ой, тамаша. Бізде тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Рахмет, қымбат көрермен, тағы да бір мәрте естеріңізге сала өтейік. Бүгін бізде қонақта болған осындай керемет таңғы асты дайындаған аспаз Лаура Ербатырова. Көп рахмет, толығай табыс тілейміз, өсе беріңіздер, деніңізге саулық тілейміз.